Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Менің есімім Канапина Құралай, менің каналыма қош келдіңіздер. Және де бүгінгі күннің тақырыбы ретінде мен компаниямыздың келесі өнімі Сарбалют минерал сорбент кешені жайлы айтып кетейін дегем. Бұл бізде қолдану аясын айта кетер болсақ, мастық салдарының синдромын жою, яғни похмельный синдром дейді ғой. Сондай кезде қолданылады. Одан басқа тағамнан улану, ауыр металл тұздарымен улану, бактериалдық, паразиттік және вирустық инфекциялардан улану, дене қызуы, аллергия, радиоактивті зақымдану және де ағзаны қажетті минералдармен байытады. Бұл минерал сорбент кешенінің құрамына натрий, кремний, кальций, магний, темір, калий және де селен атты микро және макроэлементтер кіреді. Сонымен қатар ол кез келген улануды жылдам бейтараптандырып, улы заттарды өз құрамына жылдам сіңіріп алып, олардың қан тамыр, лимфалық және де эндокринді жүйелерге әсерін төмендетеді. Ағзадан қорғасынды, кадмийді, сынапты, торий, радийді шығарады. Аллергиялық реакциялар кезінде ағзадағы гистаминнің белсенділігін төмендетеді. Ағзаның қорғаныс жүйелерін ынталандырады және де радиоқорғаныс қасиеттеріне ие радионуклеидтерді ағзадан шығаруға септігін тигізеді. Және де асқазанның қышқылдылығын төмендетеді. Кейбір адамдарда қыжыл деген мәселе мазалайды ғой, сол қыжыл кезінде де біздің осы минерал сорбент гельді ішуге әбден болады. Сонымен қатар бұл бізде косметикалық салада да қолданылады. Андрей Васильевич Коротковтың айтуы бойынша осы минералдық гельмен бетімізге маска жасауға болады. Ол масканы аптасына 1-2 рет бетті тазалап, жылы сумен жуып алғаннан соң бетіңізге жұқалап жағып 15-20 минут күтіп, жылы сумен жуып тастауға болады. Бет терісін тазартады. Сонымен қатар толық кеңес алам десеңіздер, менің төмендегі көрсетіліп кеткен WhatsApp нөмірге хабарласып, кеңес алуларыңызға болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.